басымызды ішіп алайық. Жақсы. Әке, сіз бүгін жұмысқа барасыз ба? Иә, Иә. бүгін жұмысқа барамын. Енді тезірек тамағымызды әңгіме соқпай ішіп алайық. Жаз аяқталайын деді. Сабаққа баратын уақыт болды. Тезірек осындай сабақ оқымай тұрған күндерде қыдырып қайтайық. Дұрыстап қыдырып алайық. Иә, қыдырып келіңдесен де. Сабақ уақыты аз қалды. Әке, біз новый сумка сияқты заттар аламыз ба? Өздерің таңдап біреу аласыңдар. Менің уақытым жоқ. Мен жұмысқа баруым керек. Жарайды, бізге біраз ақша беріңіз. Ана жерде тұр, алып алыңдар өздерің. Паролі 1-4. Жақсы. Жақсы. Мен кеттім. Сау болыңыз, масканы ұмытпаңыз, жарайды. Сау болыңыз, әке. Ыдыс-аяқты жинап болдық. Енді ақша алайық барып. Иә. Қанша ақша аламыз? Мен бір 10.000 теңге жететін шығар. Сумкаға ма? Жоқ. Біз бүгін сумка алмаймыз ғой. Бүгін қыдыруға ма? Иә. Конечно, тезірек ал. Маған да аласаш? Екеумізге жетеді ғой, енді алса ұрсат шығар. Жақсы. Жоқ болды, аласың. Тауып жатыр ғой ақша. Күніне қанша алатын еді, ұмытып қалдым. Күніне 50.000 алады. 50.000 нормально. Иә. Әдетте 100.000 алатын. Бірақ ол жұмысынан әкемді қуып жіберді ғой, сосын кейін енді 50.000 жұмысқа тұрды. Енді кеттік, қыдырамыз ба? Иә, мен телевизорды өшіре салайын. Кеттік. Төкті де өшірейік. Төк қосылып тұр ма? Жоқ. Төктерді өшіре салайық. Үйді кілттейміз. Керек жоқ. Әйтпесе үй қараңғы болып қалады. Мен киімімді ауыстырамын. Мен мынаны киемін. Әдемі болып тұрсың. Сен де әдемі болып тұрсың өте. Жақсы, енді ақшаны алдық, енді кетейік. Жақсы, біз басымызға бірдеңе тағып алайық та. Менің өзімнің тағатын затым бар. Менікі білмеймін. Енді мен қандай тақсам болады екен? Давай мен сенікінің кішкентайын тағам. Жақсы. Сенің кішкентайыңды тағайын. Басындағысын алып тастабасам. Мамада жағып алдым мен. Мен де жағып алайыншы. Мен бірақ жабығырақ түске бояйын. Жақсы, кеттік. Кішкене ғана. Жүр, енді кеттік. Үйдің кілті қайда, құттап кетейік үйді. Үйге кілт керек жоқ қой. Жақсы, кеттік. Енді құрбыларымызды күтейік. Иә. Нақымыз күнді алып кетейікші үйге. Бірақ әкем оған қарсы болуы мүмкін. Ештен кетпейді. Алып кетейікші. Жарайды. Тек әкем ұрса менен көрме. Жарайды, ақшаны алып жүрсең. Жақсы, кеттік. Мына орынға отырамыз ба? Аяқ бос сияқты. Барса, әуен болып жүрсіз бе? Жақсы. Енді өз жаққа отырайық. Тамаққа тапсырыс берейік. Иә. Бізге біраз... неге тапсырыс бересің? Білмеймін. Қандайға тапсырыс беремін? Жақсы. Так. Құрбымыз әжетханаға кетіп еді ғой. Иә. Отырдық. Енді тағы да кішкене тапсырыс беру керек. Иә. Екеуміз орнымызда масываппыз ғой. Отыр ары қарай. Қашан дайын болады екен? Білмеймін. Мұнда келіп өздеріңіз алып кетіңіздер, жасап қойдым. Жақсы. Ура!
4 тамақ тұр ғой. Оны біз тапсырыс береміз. Біз тамағымызды алдық. Қарным аш кетті ғой. Давайте пранк жасаймыз. Кімге? Анисаға. Жақсы. Қазір. Тамата ғой ана. Ой, бәрібір емес пе? Ұят болмасын, ей. Кім? Ой, ештен кетпейді. Нұрай. Міне, саған сусын алып келдік. Жақсы. Ішіп ал. Рахмет. Алды, су беріңдер. Ойбай, не болды, тәте? Қуасыңдар ма сендер? Біз білмей қалдық қой. Мен кеттім, бұдан былай сендердей доспен дос болмаймын. Тоф, не болды енді? Ой, дос болмай қойсын, не болды сонша? Ренжіп қалды. Өзіміз тамақтана берейік. Ана кім шыққан жоқ қой әлі? Қазір әжетханаға барып көрейін. Уф, анандай қыздармен қайтып жүремін. Семіз ғой. Одан да қашып кетейін. Маған арық дос керек. Не болды саған? Ой, аналар ғой маған ашты. Бірдеңе берген. Ой, олармен дос болғым келмейтін менің де. Өйткені олар семіз. Семіз болса не болыпты? Ана қылықтарын қарасай. Жақсы, мен барып көріп келейін. Әжетханада жоқ қой ол. Сары көйлекті бір қызды көрмедіңіз бе? Ол жаңағына шығып кеткен. Неге? Біз оларға арнап тамақты алып қойдық қой. Ештеңе, өзіміз жей салайық. Жақсы. Мырза, сок бересіз ба? Жарайды. Ашты сок. Ана қыздарға көрсетейін. Тағы бір стакан керек. Мінекей қыздар, апельсиннің соғы. Біз ащы деген сияқты қой. Біраз ащылау. Бұл жақта ащы деген, тәтті деген сөз ғой. Жақсы, мен кеттім. Стоп. Дәмі қалай екен, ішіп көрейін. Тоқта, ішпе. Неге? Не болды? Ол кісінің жаңағы сұйықтықты қосқанын білемін. Мынаны бере тұрасыз ба? Міне. Қалай, оны қалай біліп қойдың? Жаңа көрдім. Олар олай арамдық істемейтін шығар. Ендеше өзіне ішкізсей. Мені ішіңізші өзіңіз. Мен олай істеген жоқпын, шын айтамын. Ойбай. Сіздің бастықтарыңыз кім? Ол Ана ханым. Өтінемін бір айтпаңызшы, өтінем. Жоқ, сіз бізге олай істесеңіз, біз неге сізге олай істей алмаймыз? Өтінемін. Бұл жердің бастығы қайда, кәні, қайда? Әне тұр ғой. Бұл жақтың бастығы менмін. Не болды, ханым? Сіз не істедіңіз? Ештеңке. Неге олай істедіңіз? Біз кеттік. Ақшаларыңыз? Мына стакандарыңыз қандай жаман. Рахмет сіздерге. Тоқтасып. Оны ала кетейік. Бұны не істейміз? Қазір.
Жақсы, енді ана кісілерге бер. Мхм. Сәлеметсіз бе, не болды? Сізге мына сусынды бастық беріп жіберді. Өте тәмді дейді. Бізден беріп жіберді, ал біз кеттік. Мхм. Жолдан қыздар отыр. Мынаңыз. Ойбай, аша. Не болды? Ойбай, өлдім. Ашты ғой мынауды. Міне бастықтар жындыманы аяқтал. Деген адам. Ақшасын төлемейміз. Не болды? Сіздер қуасыздар ма, әлде жындысыздар ма? Менің күйеуіме неге ашты соқ беріп жібергенсіздер? Түсінбедім. Білесіз бе менің кім екенімді? Сіздің бұл дүкеніңізді жаптырып тастаймын мен. Кімсіз ал? Менің дүкенімді жаптыра алатындай. Мына жердің бәрі менікі. Мен бастықпын, короче. Бұл жер бұрын менікі болған, әлі қазір де менікі. Тек қана бұл дүкен сіздікі. Мен бұл дүкенді қопартқыза салам. Кешіріңіз, өтінем, кешіріңіз. Ешқашан. Бұл дүкен жабылып қалсын. Кеттік. Иә. Бұндай дүкендер құрысын.